Еш жерде жұмыс істемегендер қандай зейнетақы алады? Мұндай азаматтар қартайған шағында толықтай қолдаусыз қалмайды. Олар кем дегенде базалық зейнетақыға сене алады. Қазақстанның зейнетақы жүйесі көп деңгейлі. Қазақстан Республикасының әлеуметтік кодексіне сәйкес Қазақстан азаматтары базалық мемлекеттік зейнетақыға, қарттық зейнетақыға, бірлескен қызмет зейнетақысы немесе еңбек өтілі үшін зейнетақыға, сондай-ақ жинақтарынан төлемдерге құқылы деп хабарлайды Нұр.кз порталы. Мысалы, зейнетақының мемлекеттік бөлігі еңбек өтіліне қарай есептеледі. Дегенмен елде әртүрлі себептермен ресми түрде еш жерде жұмыс істемеген еңбекке қабілетті азаматтар бар. Мұндай зейнеткерлер қартайған шағында толықтай қолдаусыз қалмайды. Олар кем дегенде базалық зейнетақыға сене алады. Оның мөлшері алушының жұмыс өтіліне ғана емес, басқа да факторларға да байланысты болуы мүмкін. Мысалы, әлеуметтік кодекстің 206 бабында егер адамның зейнетақы жүйесіне қатысы өтілі 10 немесе одан аз болса, немесе зейнетақы жүйесіне мүлдем қатыспаса, мемлекеттік базалық зейнетақы төлемі ең төменгі күнкөріс деңгейінің пайызы ретінде төленетіні белгілі. 2024 жылдан бастап ең төменгі базалық зейнетақы ең төменгі күнкөріс деңгейінің 65%-ын құрады. 2025 жылы ол ең төменгі күнкөріс деңгейінің 70%-на дейін өсті. Сонымен қатар, базалық зейнетақы төлемін анықтау мақсатында зейнетақы жүйесіндегі жұмыс өтіліне тек жұмыспен қамту және кәсіпкерлік қызмет кезеңдерінен басқа да жұмыстар кіреді. Мысалы, оған жұмыс істемейтін ананың немесе жұмыс істемейтін әкенің, егер ол шынымен күтім жасап жатса, жас балаларды күтуге жұмсайтын уақыты да кіреді. Бірақ әр бала 3 жасқа толғанға дейін, яғни барлығы 12 жыл ғана есептеледі. Бұл бүкіл өмірін отбасы мен балаларына арнаған жұмыс істемейтін әйел зейнетақы мөлшерін көбейту үшін өтініш берген кезде туу туралы куәліктерін немесе басқа да растайтын құжаттарды ұсына алатынын білдіреді. 18 жасқа дейінгі мүгедек балаға, бірінші топтағы мүгедек адамға, екінші топтағы мүгедек жалғызбасты адамға, көмекке мұқтаж қарт зейнеткерге және 80 жасқа толған қарт адамға күтім жасау уақыты да жұмыс өтіліне есептеледі. Бұған әскери қызмет өткеру, төтенше жағдай кезіндегі қызметке шектеулерге байланысты табысынан айырылған жағдайда әлеуметтік жәрдемақы алу, шектеу шаралары және басқа да кезеңдер кіреді. Мұндай кезеңдер кәрілік бойынша зейнетақы төлемдерін анықтауға арналған жұмыс өтіліне де кіреді. Тіпті одан да көп мамандандырылған оқыту да кіреді. Дегенмен төлем мөлшері орташа айлық табысқа байланысты. Ол міндетті зейнетақы жарналарын есептеу кезінде ескерілетін болады. Егер зейнеткер ешқашан ресми түрде еш жерде жұмыс істемеген болса, бұл олардың ресми жалақысы, міндетті зейнетақы жарналарынан жинақталған қаражаты және ынтымақтастық зейнетақысын есептеуге негіз жоқ дегенді білдіреді. Демек, ол тағайындалмайды. Дегенмен, егер олардың 1998 жылға дейін және одан кейін қысқа жұмыс өтілі болса, олар тиісті кәрілік бойынша зейнетақы төлемін алуға құқылы бола алады. Міндетті зейнетақы жарналары арқылы зейнетақы төлемін алу үшін зейнетақы қорында жинақталған қаражат болуы керек. Егер зейнеткер ешқашан ресми түрде жұмыс істемеген немесе осы жарналар ұсталып, аударылған жалақы алмаған болса, бұл мүмкін емес деген сөз. Дегенмен адамның ерікті зейнетақы жарналарынан жинақталған қаражаты болуы әбден мүмкін. Бұл жинақтар заңмен белгіленген зейнетақы жасына жеткенге дейін де төлемдерді алу үшін пайдаланылуы мүмкін. Осылайша, егер қазақстандық ешқашан жұмыс істемеген болса да және тиісінше жұмыс тәжірибесі немесе зейнетақы жарналары жинақталмаған болса да, ол тиісті жылға белгіленген ең төменгі күнкөріс деңгейіне байланысты ең төменгі базалық зейнетақыға сене алады. Яғни, қазақстандық азаматтар еш жерде жұмыс істемесе де ең төменгі базалық
зейнетақыға иек арталады деген сөз. Мұндай азаматтар қартайған шағында толықтай қолдаусыз қалмайды. Олар кем дегенде базалық зейнетақыға сене алады. Қазақстанның зейнетақы жүйесі көп деңгейлі екендігі белгілі. Қазақстан Республикасының әлеуметтік кодексіне сәйкес Қазақстан азаматтары базалық зейнетақыға, қарттық зейнетақыға, еңбек өтілі үшін зейнетақыға, сондай-ақ бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына жинақталған төлемдерді алуға құқылы. Зейнеткерлік жасқа жетіп, зейнетақыға іліккеннен кейін мұның барлығы да ескерілетін болады. Яғни құжат бойынша барлығы есептеліп, сәйкесінше қажетті зейнетақы төленетін болады. Сондықтан да зейнеткерлер ешқандай қолдаусыз қалмайтын болады.